Соңғы күндері мүлдем көңілі болмай жүр. Өйткені Дарина мен де араларында біраз кикілжің мәселе пайда болды. Кеше маған түнде Дарина хабарласты. Өзі Ерасылмен мүлдем сөйлесіп жүрген жоқпыз. Ол маған соңғы эфирден кейін әлі де ашулы. Мен Астанаға кетіп бара жатырмын және мүмкін болса ертең эфирге келіп айтарымды айтып кетейінші деді. Жарайды, келістік және дәл қазір келді. Сіздер бірақ сөйлеспедіңіздер. Кеше ғана сөйлестік, кешке жақын болды. Содан кейін бәлкім бізге жазған шығар. Олай болса Даринаны шақырайық. Дарина? Муса, пожалуйста, давай не будем так. Ты барлығын, ты причину не знаешь, что творится и так далее. Оны айтсаңдаршы, Дарина, қалайсың? Сәлем жоқ, кеше отырдым. Жоқ, просто мен кірдім, сен сразу. Қайырлы күн, Диана ханым қосша сәлем барғана Ерасыл. Сәлем. Қалайсыздар? Дарина, не айтасың бүгін? Оның алдында эфирде мен түк айтқан жоқпын. Грубо говоря, сказала то, что Ерасыл всем виноват. То, что осы жерде таныстық тоқтайды деп айттым. Ол қалай десем барлығы эмоцияның арқасында болды. Ерасыл өзі түсінген жоқ, өйткені мен оған айтқан жоқпын. Қатысушылар да білмейді. Мама да өзі кеше ғана білді. Ерасыл никаких абсолютно претензий нету. Ерасыл өте жақсы бала, мен оны сыйлаймын. Осы күнге де жақсы көрем. Просто менде кішкене, қалай десем, депрессия болып кетті. И я не знала, с чего начать. Ерасыл тоже не знала, с чего. Я, короче, ждала. Как сказать? Что решится? Мен бүгін Астанаға кетем. Астанаға жай, жұмыс? Я маме не говорила, до Нового года были проблемы со здоровьем. Он айтқан жоқпын. И Ерасылға тоже толком не говорила, то, что проблемы. И боялась то, что Ерасыл отвернется от меня. Думала, лучше самой все прекратить. Вот. Дарина. Денсаулыққа байланысты деп қалдың, барлығы жақсы ма? Айтам ғой, Дарина, қандай жағдай болсын. Есінде ме, екеуміз танысқан кезде, осы жаққа сен үміткер болып келген кезде, осы мәселеде екеуміз сөйлескен болатынбыз жеке отырып. Сен өзің айттың, ашып, что аяғымда осындай нәрсе бар деп. Мен айтқам саған, егер де шыны керек өтірік айтқаным болатын болса, Алла куә ғой, сен білесің ғой мен не деп айтқанымды. Қандай жағдай болсын, маған ол нәрсе маңызды емес, ең бастысы бір-бірімізді жақсы көріп кететін болсақ, ол нәрсеге ешқандай нәрсе жоқ, оны бірге женеміз деп. Сен сол нәрсені бетін ашып айтпайсың. Мені кеше шыны керек, соңғы эфирден кейін де мен жынды болып қалдым. Кеше мен саған түнде де звондап айттым. Дарина, андағы қылығың не? Не болып жатыр? Сен айтсашы дедім. Осы күнге дейін мен саған любой поддержка жағынан қандай жағдай болсын, мен сен поддерживать етемін деп айтқам. Бірақ келдің де не үмін жоқ, не үн жоқ. Мен шыны керек дым түсінбей қалдым мен. Мысал келіп алып сендер кино ойнап отырсыңдар дейді. Қайдағы кино? Мен шыны керек сенің айтқанда жоқсың ғой, сен даже денсаулығың бір не болып жатқаның. Дарина, сен прекрасно Ерасыл мен мамаға да айтқан жоқ, мама кеше ғана білді. Вот осындай нәрселерді айтпайды, одан кейін жынды құсап өзімен өзің жынданасың. Не болды? Қай жерден не істеп қойғанды өзің түсінбейсің. Просто осы тақырып Диана ханым өзі біледі. Я иногда сама скрываю то, что ноги болят, я всегда эндемия, обезболивающее выпью и так далее. Для меня это очень больная тема. Даринаның шынымен де ондай, не деймін енді, протезі бар аяғында, ол рас. Ол бірнеше жылдан бері уақыт өткен сайын қаралып тұру керек. Ол темірді дәрігерге арнайы түрде қарату керек. Бірақ мәселе оған байланысты екенін Ерасыл да біз де білмеген сияқтымыз. Енді Диана ханым ол мәселені шеше алғасын мен де білем ғой. Мен енді оған тақап тұрып енді Дарина, енді сенің андай ойың, если соған қатысты Ерасыл атқансы тоқтатады деген болатын болса, мүлдем қателесесің сен онда. Мен саған шын айтам. Мен саған айтқам, қандай жағдай болсын, бүкіл әлем қарсы болып кетсе де, мен сені қолдаймын деп айтқам. Бірақ соңғы эфирдағы шыны керек, мен содан кейін ашуланып кеттім. Мен Диана ханымға да келіп айттым.
Диана ханым да сұрады, Ерасыл не соңғы кезде настроение шыны керек, мен ішкі жан дүниемде не болып кеткенін түсінбей қалдым, шыны керек. Мен саған да кешеде айттым ғой, көңілім біртүрлі болып қалды дедім. То былай, шыны керек. Терация етіп қаласың ғой, сондай жағдай болып қалды да, мен шыны керек. Дым түсінбедім вообще. Не үшін ашуланды, не үшін жылады? Мен мама да сұрады. Халықта жазып жатыр, мысалы, сен ұрасың ба дейді. Шыны керек, шошып кеттім, сонда комментарий өзіме келгеннен кейін. Мамам да сұрап отыр, ұлым сен не істеп жүрсің ана жақта? Қыз баланы жылатып деп маған ұрысып жатыр, мысалы. Жоқ, сенің кінәсі жоқ мүлдем. Мен сон сен басып ашып айтпадың ғой, шыны керек. Мен 2 күн сол нәрсемен жүрдім, мысалы. Үйге барам, братымен сөйлеседі, ол маған айғайлайды, сен не жылатасың қызым. Мен шыны керек, не үшін жылатқанымның причинасын мен өзімде түсінбей отырмын да. Мен сосын Даринаға да кеше жынданып, мен үйге барған жоқ болдым, потому что шыны керек, братымен ұрысып қалдым да. Нұрсұлтанға айттым, Нұрсұлтан сен жалғыз тұрып жатыр екен, Нұрсұлтан екеуміз, Нұрсұлтан жүр, сен үйіне 3-4 сағат отырдыршы. Нұрсұлтан көзінше звондадым саған. Нұрсұлтан білесің сен, иә? Шыны керек, Дарина. Я просто никому не говорила, я не хотела даже никому говорить. Неге, Дарина, ол бізге айтпа, мейлі ешкімге айтпа, бірақ Ерасыл сенің жұбың ғой. Қорықтым, Диана ханым. Неден? Ерасыл бір ақмақ жігіттердің қатарынан емес, сенің бір ауруыңды ести сала, ат тоннала қашып жүгіретіндей. Сіздер жақынсыздар ғой, қанша ай өтті, осы отырған қатысушылардан Ерасылға сен жақынрақсың. Я просто не хотела. Я даже маме не говорила, я не хочу, чтобы мама даже переживала. Просто шын Диана ханым, мен білген де жоқпын да бұл нәрсені. Мен просто не үшін жылады, не үшін күлді, не үшін ашуланды. Мен шыны керек, Дарина, білген де жоқпын. Қандай жағдай болатын болса, мен бұл кісіге айтқам. Білдім де осы кісінің аяғында осы протезі бар, несі бар екен. Мен айтқам, қандай жағдай болсын, мен сенің жанынан табыламын. Бірге женеміз, ең бастысы бір-біріміздің арамызда ешқандай жасыратын нәрсе, алдамшы нәрсе болмасыншы, қандай жағдай болсын, Дарина, мен сенен өтініп сұрайын ба? Тек алдама, қайда барасың, кіммен барасың, не істейсің, не істей келе жатсың, маған шындығында айт, болды. Қалған дүниені ертең бетін ашып алатын болсақ, бірге женеміз деп айтқан болдым. Шыны керек, 2 күн адамды жынды қылдырып қойдым, бүткіл мен ешкіммен сөйлесе алмадым, шыны керек. Я тоже не могу, я не знаю, что делать. Кеше расымен де Дарина түнде қателеспесем бір 12-нің кезінде хабарласты, дауысы дір-дір етіп, бір жыларман болып, мен болды Ерасылмен сөйлеспеймін, рахмет сіздерге, мен ертең барып бір нүктесін қойып қайтайыншы, мен Астанаға шұғыл кетуім керек. Не болды, асықпа, ертең кел, сөйлесейік десем, осылай, ертең сіздерге айтам барлығын деді. Жоқ, Диана ханым, осы нәрсені басын ашып айтатын болатын болса, Астанаға бару керек болатын болса, мен сіздерден келіп өтініп сұрайтын едім, Диана ханым, рұқсат болса, бірге барып келейікші, бірге емделіп келейікші депші. Осы 3-4 күн уақыт сұрап сіздерден. Айтқан да жоқсың ғой, шыны керек. Жынды қылып қойдым бар ғой, шын. Мен де шыны керек 2 күн не істерімді білмейтін, Диана сізге қанша рет жақындадым ғой. Қатысушыларда, Нұрсұлтанда да, мен шыны керек, Нұрсұлтан үйіне 2 күн болды, барып жүргеліш. Кішкене отырам. Нұрсұлтан айтады, қонасашы дейді, мен 2 сағат 2-1-ге дейін отырам да, үйдегілер ұйықтап қалған шейін, ұйықтап қалған ең, сол сен барып кетіп қалым. Нұрсұлтан айтады, үйге жатасашы, жоқ деймін. Бәрі ұйықтап қалсын, сол сен барып. Потому что менен де сұрайды да, не болып жатыр, не үшін жылады? Мен оның причинасын білмеймін, потому что жауап жоқ менде. Ерасыл, кешірші, правда, я не думала. Я просто привыкла свои проблемы сама решать. Енді
барлық мәселелерді Ерасылмен бірге шешуді үйрен. Соны әдетке айналдыр. Сен жалғыз емессің. Сенің жанында жан ашырың бар. Сіздер жұпсыздар, қайталап айтам. Қуанышты екіге бөлісіп, қиындықты тағы бөлісетіндей сәттеріңіз ғой. Шыны керек қой, Диана ханым, осындай сәттерде бір-біріне қолдау көрсетпесең, шыны керек, мен білген де жоқпын да, егер де шыны керек осындай денсаулығына қатысты не болып отыратын болса, шыны керек, оның Египеттің де шыны керек солған жинаған ақшан қаражатты одан соның денсаулығына жұмсайық, барып емделіп келейік. Мен сұрайтын едім, шыны керек, осы нәрсені сен алдын ала айтқан кезде, Дарина, мен Диана ханымға мен тікелей келіп, Диана ханым осындай жағдай болып отыр екен, рұқсат болса, Астанаға барып бірге емделіп келейікші деп, мен шыны керек уақыт сұрайтын едім. Диана ханым, мен айтып жіберейінші, иә. Мысалы, енді бәрі түсінікті ғой, денсаулық жоқ деп айтып тұр, иә. Сіз денсаулық жоқ керек емес. Жарайды, я скажу свое мнение. Мысалы, сендер жұпсыңдар да, 2 ай уже жүріп жатсыңдар, даже больше 2 айдан. Сендер жұп сияқты, мен сізге, біз сүйсініп қарағымыз келеді да сендерге. Сендерде постоянно, то боевик, бүгін мелодрама, то боевик, то еще. Сендердің как спектакльдерін жалықтырып жіберді адамды. Мысалы, хорошо, сендер жұп болсаңдар, сырға салу рәсімі, вот этот орамал, қайда ол бәрі? Ол вообще бола ма? И ну, если болмаса, тогда мұқтаж жандарға орындарын босатыңдаршы. Действительно, надоел ваш спектакль уже. Аселя, қойшы. Действительно, какой здесь был боевик? Сегодня надо же показать себя вот такой прям хороший. Я понимаю, то, что ты говоришь, нет, так не говоришь, то, что денсаулық нет, либо еще что-то. Просто действительно, алдында пранк жасадыңдар. Просто ойнатып, ойыншық ұқсап істеп жүрсіңдер. Просто есть мұқтаж жандар, которые действительно нуждаются, действительно. У вас нету, андай, даже любовью не пахнет арасынан. Сендер не істеп жүргенмен вообще. Аселя, қойшы сен айтпа, қойшы сен вообще. Бірінші үміткер қабылдап үйреніп ол сен жарайды. Ерасыл, мен айтайыншы. Мағыл, сан жарайды. Жоқ, мен өзім білем, қалай үміткермен қабылдайын ба, это мен өзім өмірім. Просто мен састарынан не көріп тұрған. Біздің өмірімізде жарай ма, мен саған айтайын. Сен деген елге осылай жақсы болып көргің келеді, осылай маска киіп, до сих пор осылай отыра бер маскамен. Жақсы болсаң жұп болып жүрмейсің ба осы жерде? Жақсы болсаң жүрмейсің ба жұп болып? Жүрем, уақыты келеді, просто сендер действительно. Сен бірінші жұп боласың, сол кезде айтасың. Сен әлі жұп болып көрмеген жоқсың. Сен маған қолыңды сілтеме. Сол так что, ештеңке демей қой. Ерасыл қалай киіп жүрдің, солай кие бер. Сабыр. Ерасыл, сен деген бір жұлдыз ауырына шалып кеткен сияқтысың, сөз көтере алмай қалып тұрсың. Кішкене пікірді, өз ойын көтерсейші, біз де сен сөйлегенді тыңдаймыз. Спокойно тыңдап болған соң жауап береміз. Қандай жұлдыз, сен естіп отырсың ба? Естіп отырмыз, бірақ қандай жағдай болып жатыр? Мына жерде кім? Салтанат, қандай жағдай болып жатыр, иә? Мысалы, қайдағы спектакль? Қайдағы спектакль? А где факт, что завтра не скажете, что это пранк? А вы не скажете, что это завтра пранк? Ты больная, что ли? Ты сама больная. Ты больная, что ли, тебе сейчас снимок принести? Поехали со мной в больницу, если не веришь. Мне ничего не надо, просто слишком много пранка было. Ты просто... Мне что, сейчас что, штаны снять, показать тебе свой протез? Пошли в больницу. Я тебя хорошо слышу. Ты просто... До такой степени можно здоровьем жить. Поехали со мной сегодня вечером. Дарина, я никуда с тобой не поеду, я никуда с тобой не собираюсь ехать. Вы уже прекрасно... Успокойся, Дарина, истерикаларың уже здесь стоит. Успокойся, я тебя услышала. Мен өз пікірімді айттым, болды. Сабыр, қыздар, қойыңыздаршы. Қыз баласың бар ғой. Диана ханым, Асель ханым түсінбей тұрмын да, өзіңіздің де қызыңыз мында жылайсыз ғой, ауырады, анау неге ауру адамға издеваться етіп отырсыз мында? Мен издеваться етіп тұрған жоқпын, просто мен сеніңкіремей тұрмын. Сіз просто Потому что кеше ауырған адам кеше қандай болды, бүгін ауырып қалды ма сонда? Менің қызыммен оны не сравниваю, менде қызым вообще другая история менде. Асель ханым, сіз бұрынғы эфирларды қарасаңыз, бұның инстаграм страницасында да суреттер бар. Егер сіз сенбесеңіз, соның бәрін ақтарып келіп, мында по факту сөйлеңіз. Мында мен білем, кейбір қатысушылар білетін. Мен вообще Даринаның вообще денсаулығы жайлы айтқан жоқпын. Жаңа начале денсаулық жоқ деп сен маған айтпа деп сен өзің жаңа солай айттың. Просто мен не про Дарину айтып жатырмын. Просто сендер жұпсыңдар, қашан сендер сырға. Сөзіңізді бөлейін, бізде жарнамадан кейін қайта жалғастырамыз. Ербол мырза, жоғалып кеттіңіз ғой. Қайдасыз? Рекорд жаңартуға ой келіп жатқан жоқ па?
жаңартуға желание бар, енді ол Анардан байланысты. Анар ханыммен ертегідей жүрдіңіздер. Молодец, құттықтаймын, екеулеріңіз жарасымды жұпсыздар. Ұшқын бар екені көрініп тұр. Өзі бақытты болып жүр, постоянно айта береді. Не өзгерді? Анар ханым негізінде жігіт пен қыз ретінде жүргіңіз келеді де, ал былай семейный бір жизньға әлі дайын емес сияқты. Анар ханымды ренжітіп алмадыңыз ба? Қазір үйреніп қалдым енді уже. Сәлден кейін қосылайық жобасында. Қандай жаңа сұрақ? Есімім Мұса, жасым 26-да. Басым бос, авиация саласында жұмыс істеймін. Болашақ жарыма қоятын талаптарым бойы ұзын әдемі және ішкі жан дүниесі де сұлу болу керек. Ой құдай-ай, берекеш. Неге қыздар мені таңдау керек? Себебі мен 100% үйленуге дайынмын және де мен красавчикпін. Егер мен қатысушылар арасынан бір қыз ұнатып қалсам, бірден сөз саламын. Мен қандай күйеу бола аламын? Мен өте жақсы күйеу бола аламын. Өзімді қасқыра теңеймін. Ребят, может попьем чай часа в 4? 100 фифи. Ну, так долго. Разве? Вовремя. Тофифи. Мягкая карамель, цельный орех, кремовая нуга и восхитительный шоколад. О, снова 4. Столько радости в Тофифи. Ой, онда есепті тапсыруға болмайды. Сіз өзіңіз бұның барлығын оқыдыңыз ба? Иә. Әрбір құжатты мұқият тексеріңіз. Түсінікті ме? Иә. Ал ит қайдан жүр? Сен өзің рұқсат бердің ғой. Сізді бір нәрсе алаңдатса, сіз жақындарыңызбен байланысты жоғалтасыз. Магны Белты Санафи. Артық уайымнан арылыңыз. Санафи, Франция. Ерекше рецепті бойынша дайындалған дәмді тауықтың дәмі. Сенің сүйікті KFC-ден чизбургерінде. Бірінші тілімнен нағыз махаббат. Жөтелдің салдарынан ең жақсы сәттерді жіберіп алмаңыз. Лазалван жөтелге қарсы 3 есе әсер, қақырықты сұйылтады, тыныс алу жолдарын тазартады, өкпені қорғайды. Лазалван ең бастысын назардан тыс қалдырмаңыз. Санафи, Франция. Мне нужно, чтобы вы приняли предложение султана. Если ты откажешься мне помочь, твой батюшка умрет. Внедрить во дворец шпионку под видом учительницы? Ты думаешь, она справится? Повелитель ждет. В такой час? Недолго тебе довелось царствовать, Хашьяр. Она должна исчезнуть. Султан моего сердца. С понедельника по пятницу в 15:30 на Первом канале Евразия. Ай, Алиапке! Қандайсыз? Керемет. Үміткерді тезірек қабылдағайсыз. Не кісілік анау? Алмайын сен. Әлде тағы кезек Айгүлікте ме? Кімге келді? Сәлден кейін қосылайық жобасында. Ақтөре, Ақтөре! Қазір менде ұнату бар. Бота жұбыңыз қалай? Қадамдарыңыз дұрыс деп санаймын да, қыз ретінде. Өйткені Ақтөре, мне кажется, ғашық болып қалды қатты. Ата-анаңыз жайлы сұрады ма? Қателігімді түсіндім. Түзеуге тырысам. Енді қандай мәселе? Ғашық болу деген негіз басқаша деп ойлаймын. Сөз салса, келсем. Реніш жоқ шығар. Бұл мен өз өмірім, өзімнің қалауым. Мынау, шынымен Альбина бар. Сәлден кейін қосылайық жобасында.
жарнамадан оралды. Қосайық жобасын жалғастырамыз. Ортада біздің жұбымыз Ерасыл мен Дарина. Өткен күндерде бір кикілжің туындаған еді. Оның себебі белгілі болды. Даринаның денсаулығына байланысты шұғыл түрде Астанаға барып, аяғын протезін қарату керек екен. Ерасылдың бұдан хабары болмаған мүлдем. Әсел ханым, мен бұл жұптың жалпы шынайылығына сенгілемеймін деп жатыр. Диана ханыммен айтқым келді. Конечно, Дарина жазылып кетесің по-любому. Просто мен не айтқым келді. Ерасыл, сен деген Даринаға үйленбейтін сияқтысың. Себебі сендер уже ешқандай сенен не жоқ та, қадамдар жоқ. Там сырға салу дегенде сен үйленбейсің вакансия. Но если бір-біріміз жақсы көреміз, жұп боламыз, сен лучше қол ұстасып, сол Астанаға барып, уже кетеріңдер, сыртта да жалғастыруға болады. И даже оның денсаулығы, мысалы, больницаға қаралатын болса, сендер бірге сыртта да өз шаруаларын бітіре аласыңдар, негізі. Тем более бір-бірімізді жақсы көрем деп тұрсыз. Сендер даже сыртта да үйленіп кете аласыңдар. Мен просто сенбеймін да саған, именно саған, Ерасыл. Ал Даринаға сенесіз бе? Даринаның сезіміне? Да. Бар деп ойлайсыз? Деп ойлаймын. Просто қазір біз 2 сағат отырамыз, да? Сен тағы жырлайсыңдар қазір. Просто нажаловаться не надо давить. У меня тоже ребенок, здоров, я не хочу говорить, что там ауырат деп. Но мен күнде оны жылап, нажаловать етіп, күнде айтпаймын. Просто қазір не надо вот это, Дарина, нажаловать давить қазір. Оны по-любому... Әсел, я тағы да саған айтам. Я осы жерде бір жыл отырдым, бір рет қана осы тақырыпты айттым. Айтқан жоқпын ешқайда. Осы жерде шыққанда айтқан жоқ, аяғым ауырып тұр. Я никогда не показываю. Если ты видишь прекрасно, я даже на каблуках хожу. Благодаря родителям я встала. Я никогда не жалуюсь. Просто такая сейчас ситуация. Да, почему? Потому что Ерасыл, грубо говоря, я дураком выставила. Ерасыл не знал причину. Я хочу вот уехать все спокойно, я бы не говорила бы, я не хотела говорить. Сен оны алдына көрдің, мен еште айтқан жоқпын, мен ойладым, Диана ханымға айттым, я думала, спокойно уеду, и все, разойдемся и так далее. Сейчас хорошо, жарит, бітірем. Зухра, пожалуйста, хорошо? Мен айтпаймын ешқандай, я себя инвалидом не считаю, я сама даже инвалидности сама собственным желанием отказалась, да, по собственному желанию. Просто онда артық әңгіме керек емес. Маған тоже, знаешь, эта тема очень, я никогда не стараюсь показывать то, что у меня где-то бір жағым там темір тұр, стараюсь никогда это не говорить и не показывать. Ерасылға я тоже постеснялась. Я біз Ерасылмен жұп болып жүрміз. Бірақ та Ерасылға барлық айтқан жоқпын. Өйткені я боялась. Дарина, я даже маме, понимаешь, мен мамаға даже қорықтым айтуға. Мен кеше ғана мамаға айттым. Билет алғаннан кейін ғана мамаға айттым. Диана ханым, айтайыншы. Потому что у человека в любом случае есть такая, знаешь, как получается, больная точка. Ну, допустим, для тебя больная точка это же твой ребенок, да, а для моей больная точка это моя нога. Я думаю, теперь мы поняли, не будем тут ругаться. Нет, я не собираюсь ругаться, это поняла. Ладно, выздоравливай, Дарина. Мен оны айтып тұрған жоқпын. Просто неге сенде тогда сомнения бар Ерасылға? Неге сен соны айтқан жоқсың? Я боялась дейсің. Но это же будущий твой муж. Ты всю жизнь будешь с ним жить до старости. Ты же должна. Значит, сендердің араларында, как понятно со стороны, как будто араларында такой близости нету, как будто нету любви, понимаешь? Нам со стороны халық айтып жатыр. Біздерді со стороны просто, как со стороны видно, солай біз айтып тұрмыз. Да, менің пікірім, да, мен соны айтамын. Зухра ханым, Санжар? Мен айтайыншы, Дарина, сен айтып жатырсың да, мен түсінбей тұрғаным. Мен ешкімнің, я не хотела, чтобы никто не знал деп айтып жатырсың да, мына жерде. Бірақ сен сол затты, сол денсаулығың туралы жағдайды Ерасылға айтқанда, оңашада, мына жерде айтпайтын едің. Значит, ты хотела, чтобы люди знали. Нажалась давить етуге ма. Білмеймін, постоянно келген сайын кино ойнайсың да? Потому что Зухра, мен кеше Нұрсұлтанның көзінше звондап ұрысқам Даринаға. Дарина, сен соңғы эфирдағы қылығың не үшін? Мен шыны керек, өзімде сомнениесіде қалдым. Не ол десен, Айшай жоқ, келіп ап, жылап, мына жерде деп ұрысқан кезде. Енді сол кино емес па? Қара, Ерасыл, сен өзің білмей тұрсың да, жақын адамы, сен білмей тұрсың, келеді да, мына жаққа келеді да. Мен потому что причина білмеймін, не үшін жылаған. Мен сол үшін сұрап отырдым, кеше екеуміз бір талай ұрысып қалдық. Сосын айттым, Дарина, қой, мынандай нәрселермен шын түсіне алмай қалдым. Сонда Ерасыл, саған по телефону айтуға қорықты да, бірақ мына жерде халықтың алдында осы эфирға келіп айтуға қорыққан жоқ, иә? Енді соны айтып жатыр барлығы. Салтанат, мына жерде Зухра, сен өзің көп кино көресің ау деймін, негізі киноға келіп тірей бересің мысалы да, мына жерде енді өзің бәріміз мына жерде отырып алып соны өзіміз аузынан шығарып алдық қой Даринаның, не үшін кетіп баратсың Астанаға деген сияқты. Жоқ, адам білмесін десе ол теманы қозғамайды мына жаққа келіп. Мен елдің білген қаламаймын деп тұр ғой өзі, мына жаққа келіп өзі айтып тұр соны. Оңашада Ерасылға айтқанда бұл тема мына жаққа шықпайтын еді ғой тақырып. Ол Ерасылға кішкене ренжіп қалған кейін Ерасылға айтқан жоқ.
Зухрам, жаңа ғана Әселге мен барлығын түсіндірдім. Не үшін мен айтқан жоқпын. То, что я тут плакала, все, Ерасыл понять не мог. В чем причина? Все думают, как будто Ерасыл на меня там руку поднимает. Там. Я из-за этого пришла все тут сказать. Потому что это моя ошибка была. Он алда айтқан жоқпын. Зухра, слушай, пожалуйста. Я не знаю, либо ты там, у тебя мысли своей операции заняты, либо что, пластическими. Пожалуйста. Дарина, мен сені бар ғой, қазір бір сұрақ қойыншы. Осы денсаулыққа байланысты деп айтсың ғой. Сонда үш айтасың, аяқ ол серьезный тема, сонда орталарында қанша уақытқа келе жатқан отношения ол түк емес па, сонда тастап, я хотела уйти деп. Ол ойыншық па сонда? Осы 2 айдан асып уже кетіп бара жатсыңдар. Как это можно понять? Санжар, ол ойыншық емес. Ойыншық емес, иә. Просто адам баласы депрессияда болған кезде, ойы басқа жерде болған кезде, сен сол нәрсені ойламайсың. Ты думаешь, как бы решить свою проблему. Мен оны алдын айттым, потому что я привыкла өз проблеманы сама решать. Жо, Дарина, сенікі дұрыс, мен сені қолдаймын 100%, потому что мұнда ай жоқ, чай жоқ деген әңгіме кетіп жатыр да, ай жоқ, чай жоқ кетіп қалса, Астанаға ештеңені айтпай, халық не ойлайды, сендер не ойлайсыңдар, ештеңе білмеймін. Тағы да айтасыңдар, бұлар кино барып ойнап келді, Астанада бір нәрсе істеп келді, а мұнда келіп ашығын айтып жатса, қайттан ажал ставить етеді деп. Я адамның денсаулығы бар, емделу керек, халық қайтты, одан тұрған ештеңе жаман көріп тұрған жоқпын. Наоборот, ашығын шынайылығын айтып кетті. Мына жерде бір уақытқа келіп айтты ғой, ол алдыңғы эфирде бәріміз көрдік қой, Ерасыл маған эфирдан тыс айқайлайды. Ұрсат деген сияқты әңгіме айтты. Ол әңгіменің қажеті не еді бұл жерде? Жоқ, ұру деген болған жоқ. Жоқ, ұрат деп айтқан жоқпын. Ұрсат деді. Не үшін айқайлайды? Ол тема не үшін қозғалды? Ол тақырып. Жоқ, енді жұбы ғой, Зухра, жұп болғаннан кейін арада бір нәрсе болады, кикілжіңдер, ол по-любому. Зухра, сен айтпай қош про отношения и так далее. Сен өз күйден родственник жасырдың, қандай сен ұлттың. Так что осы жерде я замуж не вышла, я сразу сказала, до замужества все проблемы сказала. А ты замуж вышла, врала ходила, перед всеми врала. И тут себя паинька, пожалуйста, не строй, Зухра, пожалуйста. Ничего страшного, ұлтымды мен жасырған себебі. Болды мен жасыруға себебі. Сен ұлттың жасырадың. Күйден түскеннен кейін ғана жасырадың. Потому что я хотела быть с ним, со своим мужем. Ты теперь понимаешь причину? Я не хотела Ерасылу, может, жизнь портить. Зухра, тыңда, мен Даринада нені требовать етем? Сен маған өтірік алдама, не нәрсе болсын, ашып айт. Ертең күні үйленіп алған екен, қай-қайда бір былықтар шығып ататын болса, сол кезде ұрыстың өкөсі басталады деп. А сен сияқты ол күйеуге тиіп алып, сосын бір ұлтын жасыру деген. А егер де Дарина сондай нәрсе жасайтын болатын болса, мен шыны керек кешірмейтін едім ол кісіні. Ерасыл, оның барлығын біз жақсы түсініп отырмыз, бірақ қатысушылардың бір ғана түсінбей отырғаны бұл ауру дейміз, ауру деп айтуға да келмейді. Бұл енді протездің мәселесі бүгін ғана, кеше ғана пайда болған жоқ. Оны басқа күндерде, басқа эфирлерде де біз талқылаған едік. Оны барлығы біледі. Жай ғана саған келіп айту керек, онда тұрған еш нәрсе жоқ деп ойлаймын. Өзіңнің сүйікті адамына келіп, менің осы жерім қайтадан ауырып жатыр. Жүр, менімен бірге барып келші. Маған сенің қолдауың ғана керек. Эфирден сұраншы деп айтса, менің ойымша ешкім сіздерді бұл жерде күштеп, жоқ бармайсыңдар, осы жерде отырасыңдар деп айтпас еді. Сол ғой Диана ханым, мен бұл түсінбегенмін. Кеше де звондап айтты, мен не үшін несім үндемейді. Даринам, мен вообще айттым, Нұрсұлтан, сен өзің естідің ғой, қалай сөйлесің? Мен айтайыншы, Нұрсұлтан деген ат көп айтылды ғой Диана ханым. Айтыңызшы. Негізі былай да, Ерасыл, сендердің ара қатынастарың біраз болды ғой, бірақ уже біз біліп алдық та мына жақта не болатынша. Бір күн жылайды, екінші күні комедия, үшінші күн боевик. Төртінші күн романтика, әдемісіңдер да. Бұл жерде Ерасыл кеше сөздеріңнен жекеде мен көрістім ғой. Шынымен сезімің бар да, сенің көрініп тұр кәдімгідей ана әңгімеден. Екеуің Дарина бір сағатқа жуық сөйлестіңдер ғой. Сол ой мен қасында отырмын Ерасыл, бүкіл әңгімелеріңді тыңдап. Бірақ та енді мынәрде Ерасыл сені бір ойнатып жатыр деп ойлап жатқан жоқсың мына жақта? Ол сұрақты мен кеше қойғам, өйткені мен айтқам, Дарина, сен не үшін жылағаныңды, не үшін ренжіп жүргенде халықтың алдына шығып, эфирға сен кел, маған айт, өйткені сен жеке айта алмай отырсың деген. Айта алмайтын болатын болсаң, шыны керек, ондай қылықтарын мен түсінбеймін. Менің көңілім суып баратыр, сен егер де осы нәрсені айтпайтын болатын болсаң деген, бір нәрсе мәселесін ашып алмайтын болсақ, шыны керек, онда тоқтата салайық. Мен кеше айтқам, сен бұл қылығын, сен неге маған ештеңе айтпайсың деп. Мен бағанада, мен саған айтқам, давай ертең эфирға кеш, бұл тұрда келмеймін дейді, мен бармаймын дейді. Мен Диана ханымға айтамын, Дарина келе ма деймін, білмеймін дейді. Мен шыны керек, Даринаға айтамын, мен Дарина сен маған басын кесіп айтпайсың, мен шыны керек, жынды ұқсап, маған айтсан шешеміз ғой, бірігіп. Диана ханым, бола ма айтсам, бұл жерде, короче, басты мәселе екеуі мінезі мүлдем сәйкес келмейді.
екеуі бір біріне келмейді. Ерасыл, енді саған тікелей сұрақ, өзіңнің болашағыңды Даринамен көресің ба? Көрем. Енді мен сенімен міне еркек ретінде ше осы жерде мен енді бақытты болуға әрине тілектеспін ғой, бірақ енді оптимально қарайық та барлық нәрсеге ше трезвода мен қол бере аламын да саған да не болмайды сендерде, үйленбейсіңдер екеуің бар ғой. Менде бәс те өйткені ұрыс көп болып жатыр да араларыңда, ана әдемі нәрседен ұрыс көп болып кетіп жатыр да. Мен қол бере аламын, егер сен мына үйленсең, осы жерге шығамын да ортаға бар ғой, мен шашымды алып таста. Егер сен үйленбесең, сен амай ақ қой. Мен өзіме ақ аламын. Нұрсұлтан, сол нені? Сенің шашың маған текке де қарайды емес. Жоқ, мен мысалы үшін керек емес болса да, Ерасыл былай. Сен андағы басыңдағы шашыңды маған бәсіме тігудің де қажет жоқ. Уақыт көрсет, уақыт келген кезде өзің үйленіп ататын болса, шашыңды өзің алып тастайсың оны. Жоқ, Ерасыл, уақыты қашан келеді? 2 айдан асып кетті ғой, Ерасыл, тоқтай тұршы. Сен бағана бері сөйлеп жатсың, басымыз ауырып кетті, мына жерде шыны керекші. Басың ауырса Дарина сөйлесінші. Сендер бастаған кезде қалай керемет әдемі бастадыңдар мына жерде. Мына жақта уже күнде ұрсасыңдар, бір-біріңді уже бар ғой, уже көңілдеріңді қалдырып жүргенсіңдер екеуіңші. Дарина, сен айтшы, күйеуің ретінде көресің ба, көрмейсің ба, сен сөйлеш, сені тыңдайық. Біз Ерасылмен сөйлестік, Янамен де сөйлестік. Сұрады, тұрмысқа шығасың ба, қарсы болмайсың ба? Сол мәселені мен енді мамамды сөйлестім, мам қарсы. Мама, наоборот, за Ерасыл, а Ерасыл мама за меня, да? Просто сейчас немного времени нужно. Почему я ұрыстық өйткені, потому мүмкін менің жағынан дұрыс болған жоқ, то, что я скрывала, что-то не договаривала, ол дұрыс болған жоқ. Я это поняла. Бірақ та керек емес вот так вот давить на человека. Если вы будете давить, ничего хорошего не выйдет. Все свое время, как говорится. Лучше 7 раз отмер, 1 раз отрежь. Дұрыс қой, Дарина, никто не давит. Егер араларың бір керемет болса да, сендерге ешкім еш нәрседе берді сөйлемейді. Сендер өздерің бір нәрседен бір нәрсе шығарып жатсыңдар. Одан кейін біз сендерге пікір айтып жатырық та давить дейсіңдер. Бұл жерде ше саған либо бас ию керек. Сен қазір мен кешірім сұрап тұрсың ғой. Бірақ я сомневаюсь, бір 2-3 күн өтеді, екеуің бір-екі рет нормально әдем боласыңдар. Сенен қайтадан осындай бір нәрсе шығатынына менде сомнение бар да. Бұл жерде либо саған мінезіңді түбегейлі өзгерту керек, чтобы у вас что-то получилось, либо ничего не получится. Болды. Бұл жерде бір ауыздан қатысушылар арақатынастағы прогрессті күтіп отыр ғой, белгілі қадамдар жасалды, жұп болу, ата-анамен танысты, басқасы болды. Енді кезекті деңгейлерді қашан деп күтіп отыр. Бір жағынан асықтырғандай, бір жағынан өздерінің көзін жеткізу үшін, осы арақатынасқа сену үшін. Өйткені байқап қарасам, біраз қатысушылар сенбейді. Біраз емес, тіпті басым барлығы көпшілігі. десек те болады. Жана ханым, мен айта кетейінші, жалпы мына жерде айтып жатыр, жаңа Ерасыл бауырым, сен айтып қалдың ғой Әсел ханымға, жақсы болсаң жұп болсай, сен не істеп жүрсің деп отыр. Адамның жақсы жамандығы жұп болумен өлшенеді, сонда сенің көзқарасың бойынша ренжіме, тұра тұр енді. Дарина тұрды мына жерде, мен мына киноның сценарийін уже түбін жағын білдім почти. Мұса, мен саған екінші жаз айтам, кино деп айтатын болсаң, мұса ренжіме бар ғой, шыны керек. Мен саған ешкім кино ойнап отқан жоқ бұл жерде. Не істей аласың, мен саған көрсетемін, не істеймін. Сценарийларын мен білемін, бауырым, оқып қойдым уже. Мен саған тағы да бір рет айтып отырмын. Былай енді әңгіменің басы ашылды ғой, енді Дарина жаңағыда спокойно разойдемся деп жатыр да, спокойно кетеміз. Жарайды, енді істейтін істеді, жаңағы жұп болды ма? Мен білмеймін ойын, бірақ Дарина өте ақылды қыз. Кеше жылаған тегіде ол айтып кететін еді, неге себебін айту керек еді. Бұл тема қозғалған бұрында. В итоге мына жерде Ерасыл қалады, әрмен қарай өзінің жарын іздейді да. Дарина уже Астанаға шығып кетеді, қайтып келіп жұмыстарын істеп сөйтіп жүре береді. Одан кейін ары қарай тағы да үміткер қабылдап, мен білмеймін, ол сондай болады. Жалпы кино сондай. Сен ана Жүргенов академиясына барып актерский режиссерлыққа тапсырсашы сен өзің. Кеш ау сол. Әлі де кеш емес, мен саған шын айтамын. Түсіріп берші онда. Мен айтайыншы да? Жоқ, бауыр, сен бір емес, уже екіншіде жаңа Әсел ханым айтып жатсың да, жақсы болсаң, ол сен кішкене көңілге қарамайсың да, пікір айтасың сен. Қазақи болып отырасың. Енді істеп отқандар мынау. Сен мына жерде адамдай отырсың да, мен білген жоқпын, кеше маған айту керек еді ғой деп. Бұл тема қозғалған. Енді мына жерде Дарина өте андай Оскар беретін адам ғой, негізі. Мұса, мен саған сен тыңда. Мысалы сен жұп болдың, иә? Сен сияқты біз 4 күнде бір кездеспейміз, күнде кездесеміз, күнде телефонмен сөйлесеміз. Бізде кездеспейтін күн болмайды. Енді қара, басында сендер жұп болған кезде өтірік ойнап жүрген адам үйтіп не істесең де Инстаграмға салып отырмын, бәрін яқтан көріңдер, мен каналым, мына жерде канал туралы сен өзің бір көп жарнамалап жүрдің, мен парақшамнан мындай болып жатыр, көрсеңдер анау пранктың алдында ана жаққа салдым, бәрін сен өзің, мен уже бауырым ясна ғой мынаны тірлік.
Потому что бізді халық бізді зерттеп жатыр ма, көріп жатыр ма, білсін қай жақта не Енді қара, істеп жатқанын. халыққа өздерің әдейі ой тастап аласыңдар, енді мына жерге келіп көздерің жылап андай қылып отырасыңдар. ой Сен түк білмейтін мұса сияқты. реально осы жерде әрқашан мен қазақимын, қыздарды сыйлаймын, мені сыйламайсың, мүлдем сыйламайсың мені әрқашан. Сыйлауға достойный қыз болса мен всегда сыйлаймын и басын деймін. Мұса не, Дарина не, достойный емес па не, Мұса сен аузына ие болып сөйле. Енді қара, мына жерде әңгімесін қара. Сен қазақимын, бұл жерде қазақилықпен Сен Мұса сен сонда не айтқың келіп отыр сен? Сыйлайтын қыз бол, сыйламай. Сонда сен Дарина сен сыйлайтын по факту сондай болады бауырым. Өзің де білесің оны. Аузына ие бол, мен саған шын айтам бар ғой. Ерасыл. Ақтөре. Қазір менде ұнату бар. Бота жұбыңыз қалай? Қадамдарыңыз дұрыс деп санаймын да қыз ретінде. Өйткені Ақтөре, мне кажется, ғашық болып қалды қатты. Ата-анаңыз жайлы сұрады ма? Қателігімді түсіндім. Түзеуге тырысам. Енді қандай мәселе? Ғашық болу деген негізі басқаша деп ойлаймын. Сөз салса, келсем. Реніш жоқ шығар. Бұл мен өз өмірім, өзімнің қалауым. Мынау шынымен Альбина ғой. Сәлден кейін қос лайк жобасында. Ерасыл. Мен білем сіздің мықты екеніңізді. Жоқ, Диана ханым, не әңгіме мысалы сыйлауға болады сонда. Қатты сыйлайтын болса кішкене сыйламай ма? Бетін айтып отқан не? Солай сыйлатам деп ойладыңыз ба? Сыйламайтын адам бұлай да сыйламайды. Жоқ, Диана ханым, бір емес қоймай ма деймін да, хотя бы мен жанымда жүрген қызым ғой, мені көріп сөйтіп. Мұсаны білесіз, ол әу бастан сіздердің арақатынастарыңызға сенбеді, күн сайын осы жерде әдейі сіздерді тістеп те сол пікірді айта береді. Мен сіздерге сенбеймін, бірінші күннен бастап арты жақсы болсын, бірақ мен бәрібір бұл арақатынасқа сенбеймін деп жүрген адамдардың бірі Мұса еді. Ол бүгін ғана аяқ асты бұл пікірді айта қалған жоқ. Бірақ менің ойымша эфирден кейін де дәл осы істеген істеріңізді қаншама халықтың алдында емес, жігітше эфирден кейін сөйлесіңіздер. Егер күштеріңіз тасып бара жатса, оған ешбіріміз араласпаймыз. Бірақ эфирде емес. Кешірім сұраймын, Диана ханым. Шошып кеттік қой. Диана ханым, Дарина сұрақ қойсам бола ма? Дарина, Астанаға қанша уақытқа кетіп бара жатсың? Белгісіз де. Менің ойым, Диана ханым, ақыры енді осындай жағдай болып жатыр ғой. Ерасыл до конца барам деп тұр ғой. Мен де Әсел ханымның несіне қосылам. Егер сондай жағдай болса, қасына барып, сыртта да жалғастыруға болатын сияқты шынайы болып ататын болса. Жоқ, сендер неге сыртта айта бересіз? Кеше мұнда ортаға асқа шыққанда 2 аптаға гага кетеді дегенде күте сал деп неге сендер сонда Ерасылға тақалып қалыңдар? Осы жұпқа именно сендер қызықсыңдар. Адам бәріне бірдей қараңдар. Ашуланба. Нервничать сырт. Тұра тұр. Неге сен онда саған Құралбек ұсыныс жасады, өзің сыртқа барып мұнда жылап? Ашуланба, тұра тұр. Денсаулықпен жұмыста өйтіп шатастырма. Қазір Дарина да денсаулық болып тұрғаннан кейін айтып жатырмын мен. Денсаулығын барады да өзі реттейді, келеді. Ерасыл мұнда күтеді, халықтың алдында до конца результатын көрсетеді. Жанұя болады, что там сендерге? Тема, сен тыңдап үйренсейші, қанша уақытқа кететінін білмей тұрмын деді. И потом мен түсініп жатырмын. Қанша уақыт кетесің, айтшы. Қара, білмеймін деп тұр. Менші неделю. Қанша? Менші неделю. Құдай қаласа. Қанша еді? Құдай қаласа менші неделю. Менші неделю? Не айтып жатсың, Айгөлек? Артер, біреу ғой андай ғой, біреу құлап жатса алдында айтқан басынан теуіп кету ғой, мынау лишь бош сендерге. Жоқ, нұрлан қарап больницаға кетті Астанаға, иә, сонда Ерасыл мына жерде отырады екен да, Дарина. Ауырып больницаға көрініп жүр, Ерасыл мына жерде спокойно отырады екен. Жоқ, ол барып аяғына операция жасайтын Ерасыл емес қой. Сабыр қойыңыздаршы. Мұса оралды студияға. Мұса, не болды, қай сасқаның бұл жерде? Диана ханым, мен жүгірген жоқпын, күтіп алдым просто. Осы күтіп алуларыңыз бәле болды ғой басымызға.
Жанахан былай ғой енді сөз сүйектен өтеді, мен жақсы араласатын бауырым ғой негізі. Не көріп тұрмын, шындық ащы болады да просто. Бауырым. Моса, есінде болатын болса, екеуміз сыртта да сөйлесеміз. Сен маған сұрақ қойған кезде, мен саған неде жауап беремін, айтшы сыртта. Мен тура эфирде қалай сөйлеймін, саған сыртта да сөйтіп айтамын ғой. Қашан көрдім мен саған жасырған өтірік деп айттым ба? Жоқ, бауырым, мен сен екі сөйледің, сенікі өтірік деп атқан жоқ. Жоқ, неге басқа, сенімен жақсы араласамын, сен неге сенбейсің маған, айтшы. Мен саған үнемі айтамын. Қараш, мына жерде мен не көріп жатырмын, бауырым? Сен рөлдің ішіндесің, жалпы мына съемканың ішіндесің да, сен ше? Менің көзқарасымда. Мен баға беремін ғой өзім ішінде былай. Пікір айтамын ғой, дұрыс па? Енді мына жерде мен Даринаға не үшін Оскар беру керек деп отырмын. Енді тымпиып отырып бүйтіп ше. Енді ренжіме енді Дарина, сен жаңа айтып ойлап жатсың ғой, сонда сыйлауға тұрмайтын қыз ба деп. Сен просто отқа май шашып отырсың қазір. Жоқ, қара бауырым, қара. Ситуациядан шық та сырттан баға берші, не болады, қалай болады. Кешегі эфирде жылап, оны айту керек еді. Потому что Даринаны білесің сен, қандай ақылды қыз екенін. Ол біз ойламаған нәрсені алдын ала ойлап қоятын қыз. Өте ақылды қыз. Өзің білесің бауырым. Мұса, енді бірақ сен айтып қалдың бір сөзінде, мен сыйлайтын қыздарды сыйлаймын, сыйламайтындарды сыйламаймын. Адамды сыйлау, сыйламау ол сенің әрине таңдауын, бірақ құрметпен қара, ол тәрбиенің белгісі, я кімге де болсын. Ол адам саған ұнайма, ұнамайма мейлі, оның ісі, әрекеті саған жақпайма, бірақ бәрібір белгілі деңгейде сыйластық болу керек. Ерасыл, мен Даринадан да барлығыңыздан кешірім сұраймын. Бірақ мына жерде Бірақ сенің пікірін сол түсіндік, сенбейсің. Жоқ, Ерасыл маған тікелей сұрағы болды да, сен сонда қыздарды сыйлайтын, сыйламайтын деп бөлесің ба деді. По факту барлығымыз бөлеміз бауырым. Сыйлайтын адам болады, сыйламайтын. Жоқ, енді сен мұса айтып отырсың ғой. Мен Даринаны оң қатарына жатқызған жоқпын. Сен тікелей сұрақ қойдың маған. Сен білесің, екеуміз жақсы араласамыз да, сен айтып отырсың ғой бауырымды. Егер де сен мені сыйлайтын болсаң, сен менің жанымдағы қызды да сыйлауың керек еді. Сені бауырым, потому что менің көзқарасымда сен алданып жүрсің. Керек емес. Сен алданып жүрсің, бауырым. Керек емес, Мұса. Мен сен талғамын білем, талғамында қыз қандай екенін білем. Мұса, Ерасыл алданып қалатындай бір кішкентай бала емес, мектеп оқушысы емес. Жанахан, Аслан өзіміздің бауырымыз деп жүрген Асланды өзің көріп отырсыз ғой ситуациясын. Одан кейін бұл жерге ситуация кез келген адам түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан бұл жас бала, үлкен бала дұрысқа қарамайды екен. Кеше міне бір дәлел болды. Бүгін сондай болып қалмасын деген. Егер де сен мысалы айтып отырсың да, Ерасыл сен алданып жүр деп айтып отырсың, онда сен неге асықтырасың мені үйлендіруге? Потому что мен сен ойыңды тезірек ситуацияны ертерек неғысаң, егер де сен маған сенеді екенсің, өзі анықтап береді. Бауырым, сен айтып отырсың, сен өткенде не қылып отырсың? Құдай қаласа, не күтіп тұрсың? Иә, осы сұрақты нақты барлығына халыққа да түсінікті болу үшін, иә, сіздер енді бір-бірлеріңіздің айтуларыңыз бойынша, иә, болашақ жарым ретінде, әйелім, күйеуім ретінде көремін дейсіздер, бірақ ары қарай бір келесі қадамдарға өтуге не кедергі, әлі бір-бірлеріңізді сынап жүрсіздер ме, тағы да бір уақыт қажет пе сіздерге? Біз түсінейік, біз асықтырмаймыз, бізге жай ғана осы сұрақтың жауабы қажет. Жанахан, бізге ата-анамызбен сөйлескен кезде шамалы дұрыс уақытта бір-бірлеріңді танып біліп алыңдар. Біз қандай жағдай болсын, біз сендерге сенеміз, сендердің шешімдерін қолдаймыз деді. Мен Даринаға айтқам, азғантай уақыт кішкене көрейік, одан Алла қаласа сенімді болғаннан кейін ұсыныс жасап, осы жерде тойымыз жасап. Онда Дарикош, сен ренжіме, бірақ Әсел ханымның айтқаны жөн. Егер сен расымен де Ерасылды болашақ күйеуім деп қарастырып жүрген болсаң, сен алғашқы құпияңды маған емес, түннің бір уағында хабарласып, иә, сен Ерасылға айтар едің. Егер расымен сіздер айтқандай барлығы сіздерде жақсы болса, бұл менің пікірім. Жанахан, толықтыра кетейінші. Жаңа Ерасыл айтып отырсың ғой, сен ше не қалап тұрсың деп. Сен воротаның алдына келесің, сол кезде түсінесің бауырым, қақпаның алдына. Кесті басайын деп тұрғанда, мен не істеп жатырмын? Конкретно ойланасың. Қазір бәрі жақсы бауырым. Жүріп жатсыңдар, барлығы жақсы. Бізде көріп жатық, ол өзіңе де ұнап жатыр ше. Просто процесс созылып кетті. Халықтың бәрі ойлап жатыр, не істеп жүр деп. Мен Мұса, каждый нәрсемді, істейтін нәрсемді ойланып істеймін. Мен саған айтамын, мен не істеп жүргенімді мен саған прекрасно білем. И маған асықтырудың да қажеті жоқ. Мен әр нәрсенің өз уақытымен шешілгенін қалаймын. Жарай ма? Бауырым, кеш болып кейін не қама жүрме. Сен маған, ой, сен досшылатып айтады просто. Досшылатып айтады. Қажеті жоқ. Бізде жарнама, жігіттерімізді бір сабырға келтіріп, тәрбие сағатын жүргізіп алайық. Ақтөре! Қазір менде ұнату бар. Бота жұбыңыз қалай? Қадамдарыңыз дұрыс деп санаймын да, қыз ретінде. Өйткені Ақтөре, мне кажется, ғашық болып қалды қатты. Ата-анаңыз жайлы сұрады ма? Қателігімді түсіндім. Түзеуге тырысам.
Енді қандай мәселе? Ғашық болу деген негізі басқаша деп ойлаймын. Сөз салса келсем. Реніш жоқ шығар. Бұл мен өз өмірім, өзімнің қалауым. Мынау шынымен Альбина ма? Сәлден кейін қос лайк жобасында. Для кого-то высокое напряжение – это просто слова. А для нас – любимая работа. И она требует собранности перед каждым шагом. Кофе «Жокей» воодушевит и наполнит силами, чтобы заряжать энергией себя и других. Кофе «Жокей» – энергия для дел. Егер бауырыңыз ауырсынып мазаласа, сізге Эссенциалия Форте N көмектеседі. Эссенциалия Форте N препаратының үш жақты әсері бауырдың жасушаларын қалпына келтіріп, нығайтып, токсиндерден қорғайды. Өмірді сүйіңіз. Бауырыңыздың қамын бүгіннен бастап ойлаңыз. Sanofi, Франция. Вискас – это особенный новогодний подарок для вашего любимца. Вискас – сказка со счастливым котом. Бұл жөтел, ол күні түні мазалауы мүмкін. АЦЦ-ні қолданып көріңіз. Күніне бір ғана таблетка қақырықты сұйылтады және өкпеден шығарады. АЦЦ жөтелден құтылуға көмектеседі. Ас қорыту кінәраты салдарынан өзіңізге сеніміңіз жоғала бастады ма? Ішімнің кебуі білінбейді деп үміттенемін. Тіпті фильмде ауырлық туралы. Фестал N қабылдап көріңіз. Фестал N жайсызданудың көріністерімен емес, оның себептермен күресуге көмектеседі. Ас қорытылуын жеңілдетеді және іштің кебуін азайтады. Фестал N ас қорытуды жақсарту үшін. Sanofi, Франция. Жизнь – бесконечное путешествие. Мы следуем за солнцем. Каждый день – это новое начало. Каждый рассвет – вдохновение. Каждый восход дарит смысл жизни. Мы бережно храним свою историю. Восхищаемся бескрайними просторами нашей земли. Преклоняемся перед ее красотой. Восход солнца в Казахстане. Каждый рассвет неповторим. 10 января 2021 года состоятся очередные выборы депутатов Мажилиса парламента и маслихатов Республики Казахстан. С 26 декабря 2020 года граждане могут ознакомиться со списками избирателей на соответствующих избирательных участках. Каждый гражданин вправе проверить данные о себе и обжаловать невключение, неправильное включение в список или исключение из списка, а также допущенные в списке неточности в данных об избирателе. Соответствующая избирательная комиссия рассматривает заявление о необходимости включения в списки избирателей, исключения из них, либо исправлений в день поступления заявления. При положительном решении исправление в списке избирателей или включение невключенного избирателя в список производится немедленно. При отклонении заявления гражданину безотлагательно выдается копия мотивированного решения. Решение может быть обжаловано в соответствующем суде по месту нахождения избирательной комиссии. Суд рассматривает жалобу в день ее поступления. Ай, Али әпке, қандайсыз? Керемет. Үміткерді тезірек қабылдағайсыз. Не кісілік анау? Алмайым сен. Әлде тағы кезек Айгүлікте ме? Кімге келді? Сәлден кейін қос лайк жобасында. Ербол мырза, жоғалып кеттіңіз ғой. Қайдасыз? Рекорд жаңартуға ой келіп жатқан жоқ па? Жаңартуға желание бар, енді ол Анардан байланысты. Анар ханым, мен ертегідей жүрдіңіздер. Молодец, ұшқын бар екен. Не өзгерді?
ханым негізінде жігіт пен қыз ретінде жүргіңіз келеді де ал семейный бір жизньға әлі дайын емес сияқты. Анар ханымды ренжітіп алмадыңыз ба? Қазір үйреніп қалдым енді уже. Сәлден кейін қос лайк жобасында. Бұл әуен дәл студиядағы жағдайды сипаттағандай болды, бірақ Құдайға шүкір жарнама кезінде жігіттер өзара шешкендей көрінді. Ұзын сөздің қысқасы, біз ақылдаса келе, Расыл, сізге мынандай бір ұсынысты білдіргіміз келіп отыр. Ақыры сіз бүгін естіп отыр екенсіз, Дарина бүгін ертең кетеді екен Астанаға. Бір апта көлемі енді көп емес қой, сондықтан егер расымен де көмек керек болса, онда сіз Даринамен Астанаға барып қайтыңыз. Иә, Диана ханым бағана айта кеткенде мен Даринаға айтып отырмын ғой, егер де осы нәрсені башын ашып айтатын болған кезінде мен Диана ханымға өзі жеке келіп сұрайтын едім, бірге барып, осындай жағдай болып кетіп жатыр деп. Енді Диана ханым рұқсат болса? Әрине. Бүгін сағат 6-да поезд. Шығып? Билет не істейсіздер? Аламыз барып, билет алып, емделіп. Орын бар шығар, е? Қарастырамыз ғой. Алла қаласа аман есен барып емделіп. Сөзді көбейтіп қайтеміз, осылай іспен ғана дәлелдеңіз, егер рас көңіліңіз, ниетіңіз барлығы керемет, таза, шынайы болса, онда істей көшіңіздер. Дарина аман есен барып қайт Астанаға. Шықсын мен енді киімді жинасың онда. Шықсын. Жарайды деген болсын. Рахмет, Диана. Жолдарыңыз болсын, аман есен барып, аман сау қайтып оралыңыздар. Иә? Қазір көзілдірігін алады.